бермейді ме дейді. Негізі бан бермеу керек. Өйткені мен полностью қоспаймын. Өлеңді жартысынан өшіп тастаймын. Сондықтан бермеу керек деп ойлаймын. Так, балалар, онда жаймен деп ақырындап біз нұсқа талдауымызды бастасақ, уже адам саны көбейіпті. Бірінші очередь балалар қалдарыңыз қалай тағы да, одан бөлек сұрақ тағы да эфирге қатысты қатып тұрған жоқ па, бәрі норм болып тұр ма, сол жайында айтып жүрсеңіздер. Бүгін нұсқа талдау, ертең четверг күні өтілмей қалған сабақтың тақырыбын өтетін боламыз. Яғни қыркүйек ағымда жасушаны лизосомадан бастап қарастыратын боламыз. Ал шілде ағымында бізде бөліп шығарудың екінші бөлімі. Яғни абсорбция, реабсорбция, нысана мүшелер, одан бөлек бүйрек трансплантациясы, диализ, гемодиализ деген сияқты. Может, оның өзін екіге бөліп өтетін шығармыз, өйткені өте күрделі тақырыптар 10-шы сыныптағы кездесетін. Так, кеттік. Балалар, мына жерде сіздер сурет көріп тұрсыздар, бұл бізде жалпы бөліп шығаратын мүшеміз. Екі бүйрек, яғни, және де бізде мына жерде несеп ағарымыз, яғни суретте отчетливо көрінбейді. Сосын ең астында бізде қуық тұр. Енді бізде сұрақ, суретте уақытша зәр жиналатын мүше деп тұр. Яғни бізде білеміз, уақытша зәр жиналатын мүшеміз, ол бізде қуық болып табылады. Қазір мен ручка таңдап ала салайын, мына жерде түсін. Дұрыс айтасыздар, 9 болады. Неге? Өйткені 9 цифрымен көрсетілген, ол бізде қуық болып табылады. Қуық деп отырғанымыздың көлемі бізде 500 миллилитр, яғни 0,5 уақытша жиналады. Іші бізде сілемейлі болып келеді. Және де іші бізде қатпар болады, бірақ енді зәр жиналған уақытта ол бізде томпайып толып тұрады. Жалпы бізде бұл жерде рецепторлар арқылы жүзеге асады, яғни зәрді біз басқарып отыра аламыз. Яғни сен өзің туалетке шыққың келсе шығасың, шыққың келмесе кішкене шыдай тұруға болады, бірақ алғашқы 1-2 жастағы балаларда ондай болмайды. Яғни үлкен ми сыңарларындағы рецепторлар толық жаңағы рецепторларға бағынбай тұрады. Сондықтан да ол 1-2 жастағы бала, яғни бұтына жіберіп қоюы это норма. 500 милли ағай одан да көп жинала алады ма дейді. Жоқ, көп жиналатын болса, онда жіберіп қояды, стай алмайды, все, ол сыймайды, ол жерге жарылады. Мысалға шарикке су толтырсаң да жарылады ғой, сол секілді енді жарылмайды енді, бірақ мынау зәр шығаратын түтік арқылы шығып кетеді, яғни бұтына жіберіп қою мүмкін. Мысалға бастауыш сыныптағы оқушылар, яғни байқасаңыздар болады, оқушылар сұранады, сосын мұғалімдер жібермей қалса, бұтына сиіп қоятын кездері болады. Хотя ол ұстап отырды, бірақ толып кеткеннен кейін уже дальше ол шыдамайды. Сондықтан да болашақ мұғалімдер болатын болса, осы жерде бастауыш пәнінің именно так что бастауышта балаларды қинамаңыздар, өйткені ол сондай биологияға байланысты, физиология, анатомияға байланысты, ол это невозможно просто. Так, ортаңғы құлақта орналасқан. Ортаңғы құлақта орналасқан. Так, бізде жалпы құлақ 3 бөлімнен тұратын білеміз, Жіберіп қойған мұғалімда мен 7-8 деп тұрған цифрамен тұрған, соны біз екінші несін талдап отырық бөлімі. Так, ортаңғы құлақ деген балалар, бізде жалпы құлақтың суретін салатын болсақ, былай бүйтіп әдемілеп салатын болсам, мен мынадай қылып сала аламын. Примерно енді бүйтіп салайын. Примерно мына қараңыз, мына құлақ біз 3-ке бөліп тастаймыз, сразу былай 3-ке бөлеміз. Мына құлақтың, мына сыртқы құлақ дейміз, мына сыртқы құлақ көрініп тұр, сыртқы құлақ. Сыртқы құлаққа не жатады? Мына біздің құлағымыздың сырты, ол құлақ қалқаны деп аталады, балалар. Құлақтың қалқаны. Сыртқы құлақ тек қана сүтқоректілерде бар. Яғни құстарда, тағы да басқа жорғалаушы, қосмекенді дегенде құлақ болмайды, тек қана сүтқоректілерде сыртқы құлақ бар. Енді сыртқы құлаққа одан бөлек мына жерде бізде дабыл жарғағы деген бар, және есту түтігі дейміз. Есту түтігі емес, бұл не? Дыбыс жолы. Сыртқы дыбыс жолы бар. Сыртқы дыбыс жолы.
сыртқы дыбыс жолы, және мына жерде бізде дабыл жарғағы деген болады. Дабыл жарғағы дегеніміз барабанная перепонка, иә. То есть мына құлағыңызды тазалаған кезде, мен слишком жақын салып қойдым енді. Сыртқы құлаққа сонда дабыл жарғағы, сыртқы дыбыс жолы және құлақтың қалқаны жатады екен, құлақ қалқаны. Яғни құлағыңыз тазалаған кезде, құлағыңызға спичканы тығатын болсаңыз, мына барабанный перепонканы жарып жіберуі мүмкін, немесе мынаның ішінде тұрған, яғни ушные серые, то есть іштегі мысалға мусорды біз наоборот аламыз деп, наоборот мына дабыл жарғағына бітеп қоюымыз мүмкін. Бұндай случайлар болған, яғни бітеліп қалатын болса, онда барабанның алды жабылып қалады да, и сіз дауысты дұрыс естімейсіз, то есть алыстан естейсіз, немесе дискомфорт туғызады. Яғни спичкамен тазалауға вообще кеңес бермеймін, өйткені өзім басынан өткен, бірде бір адамға тазалатып, мына жерде спичканы оказывается ол ішіне қарай тығып жіберген да, яғни барабанный перепонкаға өте қатты жақын болып қалған, и потом ол алынбай атқаннан кейін стенкасына, құлақтың сыртындағы ішіндегі стенкасы бар ғой, соны жырып, яғни алам деп ала алмай қалған. И соның кесірінен қанайды да, құлақ қанағаннан кейін мына боқпен ол араласып, ішіндегі құлақтың ол іріңдей бастаған. Яғни іріңдеп бастады, сосын барып пришлось лорға баруға. И капля тамызып, құлағың солқылдап ауырса, ол да жаман екен. Так, енді потом сосын барып, сосындай үлкен ыдысқа суды қойып пышық деп, сонымен бүкіл мусорын тазалаттым. Сосын нормально болды. Так, кеттік. Енді бізде ортаңғы құлақ бізде 3 сүйектен тұрады, иә. Ортаңғы құлақ бізде балғашық, мына жерде бірінші болатын балғашық, пішіні балғаға ұқсайды. Одан кейін болатын ол төстік, мінекей мына жерде төстік деген болады. Балғашық, төстік деген біздің төсімізге ұқсайды, төс сүйегімізге. Және де үзеңгі деген болады. Үзеңгі деген атқа мінетін, аяғыңды салып соған ұқсайды. Атаулары, яғни өздерінің затына сай, балғаға ұқсайды, төстікке ұқсайды, и үзеңгі. Осындай 3 сүйектен тұрады, 3 сүйекшеден, и бұл 3 сүйекшенің салмағы примерно айтатын болсақ, ол 0,05 граммға да жетпейді даже, үшеуін қосқан кезде. Енді адам болған соң ондай жағдайлар болып тұрады. Біз білмейміз ғой алдымызда не болатын, иә? Менде история көп, так что қазір айтпай қойын, а то бір сабақ жетпейді бізге. Так, кеттік. Одан кейін мынау бізде ішкі құлақ. Ішкі құлақта бізде шиырым өзекше, потом бізде шиырым өзекшеден, сосын иірім өзекше деп аталады немесе просто, сосын ұлулы дене деген болады. Ұлулы дене. Мына ұлулы денеміз өз ағдай пішіндері ұқсайды. Ұлулы дене, сосын мына креберс деген болады. Мына жерде креберс есігі болады. Ол бізде ішкі құлақ. Бұл бізде ішкі құлақ болып табылады. Енді осының ішінде бізде келетін жауап сонда балғашық деген жауап екен. Есту жолы деген ол бізде, яғни сыртқы есту жолы, ол келмейді. Егер де есту түтігі де болса, онда мынаған белгілеуге болатын еді. То есть ортан құлақта еще бізде эвстахив деген түтік бар, балалар. Мына жерде ортан құлақта эвстахив түтігі немесе есту түтігі деп атаймыз оны. Яғни ол бізде мынау самолетқа мінген кезде құлақтарыңыз бітеледі, сосын тағы да бізде эвстахив түтігі, тауға Алматыда тұратындар болса, тауға шықса, вот сол кезде бітеліп қалады. Құлақ неге бітеледі? Потому что осы бізде эвстахив түтігі бізде сыртқы атмосфера мен ішкі біздің организмнің қысымын реттеп тұрған бөлік. Егер де сіз көтерілетін болсаңыз, қысым жоғарылағаннан кейін сіздің құлағыңызда, яғни қысым төмендеп кеткендіктен де бізде жаңағы не істейді, есту түтігіміз бітеліп қалады. Сосын оны есінеп немесе жұтынатын болсаңыз, оның ішіндегі ауа шығып кетеді да, и нормально болып әрі қарай жүре бересіз. Сабақ тақырыбы қандай дейді? Нұсқа талдау. Так, кеттік. Келесі сұрақ. Ересек адамда өсу гормонының көп бөлінуінен пайда болатын ауру. Балалар жаттап алатын уақыт болды. Сіздерде вторник, четверг сабақ, суббота нұсқа талдау. Бірақ ертең біз четвергтің сабағын өтіп тастаймыз. Так,
ересек адамдарда деп тұр, мінекей ересек адамдарда болатын болса, онда ол бізде акромегалия деп аталады. Деген жауабымыз дұрыс. Кейбір дене бөліктерінің ұзарып өсе беруі, яғни мысалға мұрын, құлақ деген сияқтылардың шамадан тыс өсіп кететін болса, онда ол осы акромегалия. Кретинизм деп отырғанымыз от слова кретиния, кішкентай балаларда болатын ауру, яғни ақыл есі кем болып дүниеге келеді, бірақ ол өсу гормонына ешқандай қатысы жоқ. Ол бізде мына жердегі қалқанша безіне байланысты в основном. Так, енді гемофилия ол бізде қан ұйымайтын ауру болып келеді. Қан ұйымайтын ауру, бұл аурумен в основном ұлдар ауырады. Қыздар көбінесе ауырмайды, бұмен көбінесе ұлдар ауырады, қан ұйымайтын ауру. Потом миксидема ол бізде бүйрек үсті безіне байланысты ауру. Так, ергежейлік вот как раз осы өсу гормоны, яғни соматотропин жетіспегенде болатын ауру. Адамның бойы кішкентай болады, өте лилипуттар, болмаса. Вот. Так. Ертең сабақ өтеміз ба, демалыс емес па дейді. Ертең сабақ өтеміз. Сабақ өтеміз. Четверктің сабақ. Сіздер четверг демалдыңыздар. Аналық жыныс жасушаларының овоциттерге айналу кезеңі. Оқушы саны азайып бара жатыр ма, или мне так кажется? Жоқ, бұл нұсқаны талдап қоймадық біз. Дұрыс айтамыз, өсу кезеңінде бізде овоциттерге айналады, То есть бізде аналық без болады, жатыр түтігі, мына жерге жатырды салып қоятын болсақ, мысалға мына жерде маточный труба дейміз, яғни жатыр түтігі, және де мына жерде матка болады, и сосын астында қынап болады, и екі жағында бізде аналық без болады. Яғни әйел адамдарда екі трубка болады. Екі трубка. Егер де бір трубкасын алып тастаса да, ол бала көтеруге мүмкіндік болады негізінде. Так, енді қараймыз. Мына жерде бізде қынап арқылы сперматозоидтар, яғни ішке қарай енді. Мына жерде бізде овоциттеріміз, яғни аналық безден бізде жаңағы овоциттер өсу деген кезеңінде уже овоциттерге айналып кетеді. Сол өткендегі нұсқаның астындағы тест қой. Так, пуринді негіз. Хотя бір күн демалайық та дейді. Мен алдында айтқан болатын тұғым, сіздерге пиримидинді негіз деген бар, и пуринді. Пиримидинді негіз дегеніміз ол бізде ТЦУ, торговый центр деп айттық, тимин, цитозин, урацилды алып тастайсыз. Аланин деген вообще амин қышқылы болып табылады. Сонда пуринді негізіміз аденин. Егер де келесі жыл аденин болмайтын болса, оның қасында бізде гуанин деген вариант болу керек. Так, кеттік. ДНК-ның РНК-дан айырмашылығы дейді. ДНК-ның айырмашылығы бізде олар екі қос тізбекті деген жерде жауапты көріп тұрған жоқпын. Так, азоттық негіз урацил дейді. Жоқ, урацил ол бізде РНК-да. Бір тізбекті полимер дейді. Жоқ, ол бізде РНК. Үш типті полимер дейді. Жоқ, келмейді мүлдем. Қант қалдығы рибоза ол РНК-нікі. Қалатын жауап екі тізбекті полимер болып табылады сонда. Жауабы. Полимер деген не аға дейді. Қараймыз. Бізде жалпы мономер деген түсінік бар, и полимер деген түсінік бар, Мономер и полимер. Полимер, қарамыз. Мысалы, қыздардың моншақтары бар, яғни цепочкасы бар. Цепочка ол бізде неден тұрады, надай моншақтардан тұрады, Моншақтардан тұрады. Енді қараңыз, полностью цепочкаңыз полимер болып табылады, ал оның ішіндегі бір штук моншағы, яғни мономер болып табылады. Яғни ДНК деп отырғанымыз ол бізде нуклеотидтерден тұрады, нуклеин қышқылдарынан тұрады. Так, дұрыс. Так, кеттік. Сонымен дальше.
Дальше адам генетикасында хромосомалардың саны, пішіні және мөлшерінің өзгеруін зерттейтін әдіс дейді. Балалар қазір демалатын уақыт емес қой. Қазір деген білім алып алатын уақыт. Так, Е деген варианттар, В деген варианттар кетіп жатыр. Так, Е варианты емес, генеалогиялық дегеніміз болмайды. Яғни бұл бізде шежірелік карта, шежіре құрастыру болатын болса, онда ол генеалогиялық. Ал вот цитогенетикалық, мен сіздерге тағы айтам, ол хромосомалардың саны пішініне байланысты әдіс болып табылады. Так, биохимия ол қан топтарына байланысты, егіздік ол бізде бір жұмыртқа ма, екі жұмыртқа ма, то есть бір жұмыртқа конкорданттылық, екі жұмыртқа болса дискорданттылық деген сияқты, соған байланысты еще пенетраттылық деген келді балалар. 9-шы сыныптан қарасаңыздар болады, осы жылға келген сұрақ, типа дискорданттылықтың конкорданттылықтан айырмашылығы ма, сондай сұрақ келді. Пенетранттылық деген жауап болды. Бұл біз нұсқан жазғанбыз дегенде балалар, бізде 8-ші нұсқа 7-дің алдында талдадым сіздермен, 8-ді бастап жатыр. Мына кейбір сұрақтар может қайталанып жатқан шығар. Сонда да қате жіберіп жатқандар бар ғой мына ішінде. ДНК-ның біріншілік құрамын орнату дейді. Ол бізде қалай аталатын еді? Секвенерлеу деп аталатын тұғын, секвенерлеу. Так, өтпесек те жаза берейік пе конспект дейді. Жоқ, былай конспект ретінде емес, енді сұрақтарды кейбір білмесеңіз жазып отқандарыңыз өзіңізге дұрыс болады. Так, бұл кейбір сұрақтар қайталауы мүмкін. Саңырауқұлақтардың жануарларға тән белгісі дейді. Балалар, онда қазір жазып тастағандарыңыз болса, барлықтарыңыз онда дұрыс жауап берулеріңіз керек. Давайте до конца доделаем, и сосын жаңа нұсқа талдайық. Екі нұсқа талдап тастайық онда тездетіп. Саңырауқұлақтардың жануарларға тән белгісі, олардың лизосомалары бар. Саңырауқұлақтарда сіздермен біз өткен болатынбыз. Жапырақтың өткізгіштік шоғында болады дейді. Өткізгіштік шоқ дегеніміз екі яғни заттан тұрады. Ол бізде ксилема либо флоема. Енді келетін жауап бұл жердегі ксилема екен. Су қозғалуына тосқауыл болатын зат дейді. Бұл бізде 11-ші сыныптың бағдарламасы. Яғни су тасымалы деген бар. Соның ішінде бізде жаңағы бар тұғын. Апопластық, симпластық, вакуольдік деген сияқты. Соның ішінде осы суберин жайында айтылған. Өзінің аты да суберин деп тұр да. Саған наоборот су берейін, маған су керек емес деп. Солай бір кішігірім лайфхакпен жаттап алсаңыздар болады. Қанды бүйрек көмегінсіз тазалау әдісі дейді. Так, диализ дұрыс айтасыздар. Бұл әдіс бізде диализ. Как раз бізде осы 10-шы сыныпта кездесетін тақырып. Бірінші бөлімінде соңғы жағында кездесетін тақырыптың бірі, и бұны біз уже шілде айымен бұйыртса ертең қарастыратын боламыз, үлгеріп жатсақ. Так, кеттік. Келесі ұрықтанбаған жұмыртқа жасушасынан ұрықтың дамуы. Так, балалар, кстати, көрдіңіздер ма? Ұлттық тестілеу орталығы бекіткен, яғни план біздің планмен 100% сәйкес келіп тұр. Яғни ол жерде 14 қып қойған, на самом деле ананы бөліп жүрсең 16 шығады. Біз енді бөліп 16 қып істегенбіз, сондықтан да яғни біз дұрыс жолмен дайындалып келе жатырмыз деген сөз. Енді бір Аллаға тапсырып, өзімізде дайындалып, жақсы бал алуымыз керек. Так, кеттік. Партеногенез дұрыс айтасыздар, бұның жауабы бізде ұрықтанбаған жұмыртқа жасушасынан дамуы бізде партеногенез деп аталады. Так, кеттік. Бір популяция екіншісіне бір жақта теріс әсер ететін қарым-қатынас түрі. Бұны біз өттік сіздермен, Бұл бізде аменсализм болады, дұрыс айтасыздар. Жыртқыштық дегеніміз екі ағзаның арасында жүреді. Бір түрге жататын ағзалардың арасында болуы мүмкін. Немесе даже екі түрге жататын ағзалардың арасында болуы мүмкін. Мысалға мысық пен тышқан деген сияқты. Немесе бір түрдің арасында болады, яғни ол уже жыртқыштық каннибализм деп аталады.
каннибализм. Паразитизм дегеніміз ол бізде за счет кого-то өмір сүру, яғни жұмыс істемей, соның арқасында тамақ ішу. Нейтрализм, яғни нейтрально, мутуализм деп отырғанымыз ол бізде симбиоз, то есть қынаны мысалға келтірдік біз бұл жерде, естеріңізде болса, то есть саңырауқұлақ жіпшесі плюс бактерия, балдар, бактерия деп балдар, көкжасыл балдарлар қосылып, ол бізде қына деген затты түзеді. Так, нейтрализм деп отырғанымыз, балалар қараңыз, бір орманда тіршілік етеді, бір орманда тіршілік ететін бұғы мен тиін, мысалға, бұғы мен тиін. Бұғы мен тиін бір-біріне нейтрально. Неге? Потому что тиін де сол орманда тіршілік еткенмен ол ағаштың үстінде тұрады, а также оның жейтін тамағы бөлек. Ал бұғы ол шөппен қоректенеді, и оған как-то бәрібір. Тиін жүр ма, жүр емес па деген сияқты. Так, кеттік. Келесі. Маржан аулада ойнап жүріп, байқаусызда әткеншектен құлап кетіп тоқпан жілігін сындырып алды. Дәрігерге дер кезінде қаралған маржанның көп ұзамай тоқпан жілігі қалпына келді. Тоқпан жілігінің қалпына келуі. Аменсализм тек қана өсімдіктерде емес, аменсализм дегеніміз мысалға жануарларда да кездеседі, мысалы қой, ешкі бір-біріне жағымсыз іс-әрекет алып келеді. Неге? Өйткені олардың популяциясы егер де көбейіп кететін болса, аналарға шөп жетпей қалады деген сияқты. Так, бұл бізде балалар остеобласттарға байланысты. Осы келген сұрақ тоже. Так, остеон дегеніміз балалар, ол бізде сүйекте оттекті тасымалдайды. Оттегіні тасымалдайды. Яғни остеон, оттек деп жатты баластар. Остеокласт дегеніміз шеміршектерді жояды. Шеміршектерді жоюға қатысады. Яғни ең алғашында бізде бала болып, сәби болып дүниеге келген кезімізде біздің басымыздың да формасы ондай мықты болмайды. Сондықтан да кейбір балалардың байқасаңдар, бір жақпен жата беретін болса, баланың андай басы қисық болады, мына жер ішіне кіріп кетеді. Неге? Потому что әлі басы шеміршек. Енді қызықты факт дегенде, енді ондай болмас үшін, яғни екі жаққа аунатып отырады баланы. Бесікке жатқан кезде де бір жақпен емізбеу керек баланы, екі жақпен емізбеу керек. Өйткені баланың басы қисық болып қалмас үшін. Так, осеин деген зат ол бізде наркоз болып табылады. Ол бізде кішкентай кезімізде өте көп болады. Яғни ол бізге иілгіштік, серпімділік қасиет береді. Сондықтан да бізде кішкентай кезімізден спорт түрлеріне береді. Яғни сен кішкентай кезінде карате, би, тағы да басқа нәрселерге қатыса аласың. Но сен уже там өгіздей болған кезіңде сен каратеға барсаң, яғни қиын болады. Неге? Өйткені бізде өскен сайын осеин азая береді да. То есть біздің иілгіштігіміз, тағы да басқамыз құриды, біз ағаш бола бастаймыз. И ол кезде барғанда сен шпагатқа отыра алмайсың деген сияқты. Остеоциттердің жойылуы дейді. Остеоциттер дегеніміз просто сүйектің жасушалары. Ал остеобласттар деп отырғанымыз сынған кезде сүйекті қайта қалпына келтіріп отыратын жасушаларымыз. Сонда маржанның құлап қалғаны, яғни тоқпан жілігінің жазылуы, ол бізде остеобласттарға байланысты. Так, кеттік. Барлық мономерлер бірдей болып, олардың реті қатаң қайталанатын полимер. Так, әркім әртүрлі жауап беріп жатыр. Неге амин қышқылдарын белгілеп жатырмыз? Ағай, скрин бар ма дейді. Давайте қазір осы жерде скрин жасап жіберейік онда. Қазір балалар бірінші скрин жасап жіберіңіздер. Скрин жасап, кураторларыңызға бір жіберіп алайық, сосын ары қарай жалғастырамыз,
Так, енді айтайық. Барлық мономерлер бірдей болып дейді, яғни атаулары бірдей болу керек, и бұл бізде дұрыс жауап нәруыз болады. Неге амин қышқылы болмайды? Потому что амин қышқылы ол өзі мономер. Иә? Мономер. Май болмайды, глицерин деген болмайды, потому что май деп отырғанымыз май қышқылы плюс глицериннан тұру керек, глицериннан тұру керек. Ал крахмал, дұрыс айтасыз, крахмал бізде полимер болып табылады, но ол бізде дұрыс айтасыздар. Ретті полимер. Крахмал дегеніміз ол бізде ретсіз болады, яғни реті қатаң қайталанбайды. Бұл крахмалда, потому что ол жерде бізде бета глюкозаларымыз болуы мүмкін, альфа глюкоза болуы мүмкін, немесе Д глюкоза дегендердің жинақтарынан тұруы мүмкін. Яғни разный глюкозалардың жиынтықтарынан тұрғаннан кейін де ол бізде реті қайталанатын полимерге жатпайды. Ал нәруыз ол бізде 20 амин қышқылынан тұрады, яғни қатаң бірдей бізде амин қышқылдарынан тұру керек. Так, Нұрсұлтан, сен бағана бірақ қателесіп кеттің амин қышқылы деп, асықпай жауап бергендерің дұрыс. Глюкан деге отырғанымыз тоже күрделі полисахарид болып табылады. Сабина Атабай. Глюкан ол бізде саңырауқұлақтарға кіреді, неге? Жасушасына кіреді. Так, кеттік. Талдаушы будандастырудың маңыздылығы. Д дейді, біреулер С деп жатыр, біреулер В деп жатыр вообще. Білмеймін дейді, топтастыру дейді. Е, В, нешетір жауаптар кетіп жатыр. Балалар, біз тураны тиктоктағы сияқтысыздар сіздер. Жоқ, балалар, А деген жауап мүлдем келмейді. В деген жауап та келмейді, Е деген жауап келмейді. Сіздерде қалатын вариант С, Д. Сіздерден мен 3 вариантты алып тастадым, типа 50 деген сияқты. Так, бұл жерде балалар рецессивті аллелерді анықтау болып табылады. Неге? Д жауабы дұрыс, мен сіздерге айтып түсіндірейін. Жалпы талдаушы будандастыру деп отырғанымыз бізде былай, талдаушы будандастыру деген саған ауру бала дүниеге келді. Неге ол ауру болып келді, соны анықтау керек болды. Мысалға, бір бала ауру болып дүниеге келді деге, сосын біз мама папасының генетикасына назар аударамыз, и оның ішінде біз доминантты емес, именно рецессивті генді анықтауымыз керек. Өйткені былай болуы мүмкін да, типа А деген үлкен, ол бізде яғни сау болуы мүмкін да, ал кішкентай А осы бір аурудың белгісі. Мысалға аурудың белгісі деп алайықшы. Енді қараймыз, осыдан бізде бала туылу керек. Бізде яғни осындай ата-аналар үйленуі мүмкін. Осындай ата-аналар, екеуі де ауруды тасымалдап тұр, бірақ олар бізде сау, өздері сау болып тұр. И екеуін қосасым неке, бірінші баласы нормальный дүниеге келді, екінші баласы да норма болып келді, үшінші баласы да норма болып келді, төртінші баласы ауру болып дүниеге келді. Ена төртінші баласы неге ауру болды, саған келіп айтады, пожалуйста, анықтап беріңізші деген сияқты. Сонда сен мақсатың ата-аналарындағы рецессивті генді анықтау. Бар ма, жоқ па деген сияқты. То есть екеуі рецессивті, екеуінде де бар болған, сондықтан да ол бізде осы талдаушы будандастыру деп аталады. Яғни қарапайым сөзбен айтатын болсақ. Келесі суретте көрсетілген бір жасушалы жасыл балдар дейді. Екі талшығы бар, қызыл көшшесі бар. Екеуі доминантты болып, наоборот, балалар ауырмауы мүмкін. Әдемі Тұрғанбаева, шығара алатын боласыз, бұйыртса. Генетика тақырыбын өтеміз сол кезде. Жоқ, Вольвокс емес. 8-ші кластың кітабында тұрған сурет балалар. Неге бәрі күліп жатыр дейді, Айтолқын. Білмеймін, күлкілері кеп атқан шығар.
спирогера деген вариантта дұрыс емес. Балаларына улотрикс емес, вольвекс емес, спирогера емес. Екі вариант қалады сіздерде, С немесе Д. Хламидомонада, молодцы, Д деген жауаптар келіп жатыр екен. Супер. Хламидомонада дегеніміз бір жасушалы жасыл балдар болады. А также осындай мына жерде қызыл көшесі бар, ядросы бар және екі талшығы бар болып табылады. 8-ші сыныптағы сурет. Балалар мистерге айтамын, конспект жазған кезде үнемі кітаптағы суретті жаза жүріңіздер деп. Енді әдемі деп тұр ғой, ағылшынша. Кларелла жата Данияр Файзулла, бірақ мынау сурет именно осындай формада болатын сурет, ол бізде хламидомонада. Яғни суреттерін қарап жүріңіздер. Қат қалдыма балалар, бәрінде қату керек онда, бірдей. Қазір көре салайын. Бұны өттік па ағай дейді. Балдарларды ма? Балдарларды біз білмеймін. Бірақ біз қыркүйек ағымымен, шілде ағымымен өтіп кеткенбіз, кажется. Шілде ағымымен өтіп кеттік. Қатпады дейді. Дальше жалғастырайық онда, Кеттік, әрі қарай жалғастырамыз. 5-ке дейін, Трансляция сатысы жүзеге асатын органоид. Қалай өтпедік сіздермен біз айттық қой. Балдарлар деген бар, одан кейін споралы өсімдіктер дегенді айтқан кезде айтқанбыз. Балдарлардың суретін ғана қарайсыздар 8-ші класстан. Все, о жерде андай особо ақпарат жоқ, типа чисто талғамнан тұрады денесі, ұлпаларға бөлінбейді деген. Гольжи Инес, балалар, трансляция деген процесс 11-ші класс мектепке барып жүргендер бар ма өзі? Мектепке барсаңыздар, 11-ші класстың бағдарламасында да айтылады. Рибосома, дұрыс айтамыз. Рибосоманың кіші суббөлігінде, именно рибосома деген осындай бізде мембранасыз органоид, который екі суббөліктен тұрады. Үстіңгі бөлігі ол бізде кіші суббөлік деп аталады. Астыңғы бөлігі ол бізде үлкен суббөлік деп аталады. Кеттік. Енді бізде кіші суббөлігінде жүретін процесс осы трансляция. Бұның 3 кезеңі бар еще. Элонгация, инициация, терминация деген сияқты кезеңдері бар. 11-ші сыныпта айтылады, ол мектепте де айтылып жатқан шығар. Кеттік. Дифференция дегеніміз не? Диас, қалай түсінбей жүрсің сен деген алдыңғы жылғыдан бері оқып жатсың ғой. Жасуша деген сен ғой, Диас. Сен жасушадан тұрасың. Миллиондаған, триллиондаған. Хромосома ұштарының жетіспеушілігі дұрыс. Д жауабы келеді. Бірнеше есе артып кетуі бізде дупликация деп аталады. Дупликация. Хромосома бөлігінің басқа хромосомаға ауысуы бізде транслокация. Хромосома бөлігінің үзіліп қалуы бұл бізде дефицит. Делеция, яғни бөлігінің үзіліп қалуы делеция. Ұштардың жетіспеушілігі дифференция. Хромосома бөлігінің 180 градусқа бөлуі ол бізде инверсия деп аталады. Дупликация ама деген нес жоқ. Кетті. Қан тобына байланысты, енді оқымай қойын мына жерде. Эритроциттердегі аглютиногенге және плазмадағы аглютининге қарай адамның қан тобының саны дейді. Енді бұл легко. Ұлма Диас дейді. Енді Диас деген қыздың атын кездестіріп көрмеппіз. Диас деген ұл бала. Дұрыс айтамыз, 4 қан тобы бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші қан топтары.
қан топтары бізде бірінші қан топ бізде бәріне қанын береді, бірақ өзінен ғана ала алады. Екінші қан тобы бізде 4-ке береді, бірден алады, еще өзіне бере алады. Үшінші қан тобы также 2 сияқты, то есть ол 4-ке бере алады, өзіне береді и бірден алады. Ал төртінші қан тобы эгоист, яғни ешкімге бермейді, только өзіне ғана береді да, наоборот, барлығынан сұрап ала береді. Жоқ, Диас дегенді білем мен, ол оқушыны. Диас дегенді WhatsApp-қа да жазып тұрады маған, так что ол ер бала. Так, кеттік. Екі доминантты А және Б топ аллельді гендері біріккен жағдайда төртінші топ пайда болатын құбылыс негізделген дейді. Есептер шығарамыз. Осыдан қатты қиналамын дейді. Так, бұл бізде генетикада өтілетін тақырып 10-шы сыныпта, 10-шы сыныптың 2-ші бөлімінде генетика деген, яғни тұқым қуалаушылық деген бар. Түсінбедім мынаны дейді. Кроссинговер деген не дағай дейді. Кроссинговер дегеніміз, яғни параллель емес затқа ауысып кететін болса, яғни хромосома, яғни өзіне ұқсас емес хромосомамен ауысып кететін болса, вот это у нас проблема. Яғни бұл бізде кроссинговер болып табылады. Енді бұл жерде бізде ондай мағынада айтылып тұрған жоқ, яғни бұл жерде айтылып тұрған нәрсе бізде 2-ші топ пен 3-ші топ үйренсе дейді. И үйренгеннен кейін бізде бірақ наоборот 4-ші топ шығып кетті. И 4-ші топтың шығып кету себебі неде деген сияқты сұрақ туындап тұр. И осыны біз анықтауымыз керек. Қараймыз. Енді эпистаз дегендерімізді, полимерия дегендерге байланысты біз есепті кейін жатармыз. Бұл жерде бізде кроссинговер, яғни ауысып кетуі, көптік аллелизм дейді. Көптік аллелизм, яғни аллельді гендердің, яғни көп болуына байланысты. Бұл жерде келетін дұрыс жауабымыз кодоминанттылық деп аталады. Неге? Өйткені 2-ші топ бізде былай белгіленеді. ИА және де ИА, және де GA, точнее. Так, G потом 3-ші топ, ол бізде GB, GB. Яғни екеуі де доминантты деп тұр, яғни бірдей, нелердің бәрі гетерозиготалы емес, и просто қоса салған кезде сізде GA, GB деген қан тобы шығып кетті, ол бізде 4-ші қан топты береді, яғни бір-бірін доминировать етеді, бірақ на самом деле жаңа қан тобы түсіреді. И оны біз кодоминанттылық деп атаймыз. Енді бұны түсіну үшін генетиканы біз бастауымыз керек, сол кезде түсінесіздер. Қазір генетиканың басынан бастау керек, мыналардың бәрін қақтан шығып тұрғанын айтуым үшін. Өйткені бізде толық емес доминанттылық, толық доминанттылық деген бар, соған байланысты бұлар бөлінеді. Оларды генетиканы бастаған кезде айтамыз. Так, кеттік. 2-ші қан тобының генотипі дейді, уже мына жерде белгіленіп қойыпты. Так что белгілейміз. Яғни бұл жерде либо берілу керек GA немесе GA, G0 деген сияқты қан топтары берілу керек. Так, кеттік. 3-ші қан тобының генотипі дейді. 3-ші қан тобы да бізде GB, G0 деп белгіленеді. Қасына птичка қойған. Сондықтан да бұларды уже не істемейік. Вот, мына жерде есеп енді. Шешесінің қан тобы 1-ші топқа, ал әкесінің қан тобы 4-ші топқа жатады.
мүмкін болатын балалардың қан тобы дейді. Осыны шығарып көрейік. Жоқ, мен жасушаны сіздерге неше рет өттім. Сіздер деген ана бұрынғы ағымда да өткенбіз, сосын осы жақында да өтіп бастадық, и то екіге бөліп жатырмыз оны. Ол 10-шы класстың жасушасында қосқаннан кейін сіздерге қиын болып жатқан шығар. Негізі 7, 8, 9-дың жасушасы оп оңай. Типа жасуша деген екіге бөлінеді деген сияқты. Бір жасушалы, екі жасушалы. Басында эукариоттар, прокариоттарда ядросы жоқ деп қысқа айтып кетуіме болатын еді ше. Білмеймін енді басқа курста қалай айтатындарын, мысалға қысқа айтсам, бірақ ол сізге ешқандай не бермейді, білім бермейді. Неге? Өйткені оны сіз өзіңізде оқып алатын едіңіз да. Ал енді мына матрикс, холестерин, там жасуша қабырғасы, кремнезем деген заттарды сіз оқыған кезде басыңыз ауырып кететін еді. Яғни оқып түсінбей қалуыңыз мүмкін еді. Ал бұл жерде мен сіздерге каждыйына тоқталуға тырыстым. Так, бірінші қан тобы қалай белгіленеді? Бірінші қан тобы бізде G0 деп белгіленеді, ал әкесінің қан тобы ол бізде GA, GB болып белгіленеді. Яғни екеуін қосып жібересіз, GA, G0, яғни екінші қан тобы шықты, GB, G0, үшінші қан тобы шығады. И солай қайталанады мына жерде. 2 мен 3 деген жауап, яғни С жауабы бізде дұрыс болады екен. Бұны шығару оп-оңай балалар. Бұл бізде бірінші қан тобы бізде G0 деп белгіленеді. Екінші қан тобы бізде GA. Егерде ол гомозиготалы деп сұранылатын болса, гомо дегеніміз бірдей. Ал гетеро ол яғни GA, G0, ол бізде екеуі разные, GA, G0. Үшінші қан тобы бізде гомосы GB, ал гетеросы GB, G0 болады. Ал төртінші қан тобы ол бізде GA, GB. Яғни осыны жаттап алатын болсаңыз, все есептерді шығара бересіз. Генотип, фенотип, енді сол генетикаға қатысты ғой. Көз алмасының оптикалық жүйесі дейді. Даже жаттап алмайсың ғой. Бірінші А-дан басталатын білсең болды, потом А0, бірінші 0-ден басталады, потом А, А0, потом Б, Б0, яғни по алфавиту ғой, и потом А, Б, все. Ол жерден бір қиналатын ойбай деп не істейтін не жоқ. Ештеңіз жоқ қой, ештеңіз жоқ. Генетиканы өткен кезде түсінерсіздер. Так, көз алмасының оптикалық жүйесі дейді. Көз алмасының оптикалық жүйесі бізде үшеу. Қасан қабық дейді. Қасан қабық жатпайды. Нұрлы қабық та жатпайды. Қарашық, нұрлы қабық деген, қасан қабық деген, жас безі, кірпі, қабақ деген варианттарды алып тастаңыздар мүлдем. Сонда қалатын вариант көзбұршақ пен алдыңғы камера. Одан бөлек көз алмасының оптикалық жүйесіне шыны тәрізді дене деген жатады. Шыны тәрізді дене. Көздің құрылысын біз өттік вроде бы, Жалпы мына жерде 35 сұрақ. Көздің құрылысын өткен едік балалар сіздермен. Или өтпедік па? Өтпесек енді өтерміз. Вроде бы өткен сияқтымын, бірақ мен. Ескі ағыммен өткен сияқтымын, шілде ағыммен. Шілде ағыммен өтсек, онда өтпедік деп жатыр. Өтпесек өтеміз балалар. Так, кеттік. Келесі сұрақ, ұрықтың энтодерма қабатынан пайда болатын мүшелер. Просто менде мектеп бар балалар. Азында тұрып мен мектепке барам. Мектепте сабақ өтем. Одан кейін онлайнда сіздер барсыздар, потом қыркүйек ағымы бар. Сондықтан да андай шатасатын болдым, жас келген сайын қартайып жатырмын. Так что сіздерден сұрап жатырмын. Но кажется, кейбіреулеріңіз өттік, кейбіреулеріңіз өтпедік деген арада сіздерде что-то шашақ қалған сияқтысыздар. Жоқ, ескі дегенде андай ыстық қой, ескілер наоборот. Так, энтодерма қабатын біз алдында айттық. Энтодермадан дамитындар не еді?
ол бізде ас қорыту және де тыныс алу болып табылды. Эктодерма ол бізде сыртқы. Так, енді ас қорытуға қатысатын бізде асқазан асты безі, бауыр, сосын бізде ішектің эпителиялары, қаңқа, тырнақ, жыныс бездері дегендер келмейді мүлдем. Талдауда түсіндіріп кеткем. Келесі хромосомалық мутация түрлері. Хромосомалық мутациялық бізде хромосома ішілік мутация деген бар. Сосын хромосома аралық мутация деп бөлінеді. Хромосома аралық мутацияға транслокация деген жатады. Транслокация деген жатады. Так, хромосома ішілікке бізде дефишенция, инверсия, дупликация дегендер жатады. Көмекші алсаңызшы дейді. Қандай көмекші аламын мен? Типа сабақ бөліп беретін ба, или қалай? Так, кеттік. Зәр түзілудің реабсорбция кезеңіне қатысатын құрылымдар. Молодец, Эльдар. Так, кеттік. Нұрайым дұрыс айтты, кезінде лап етіп тұрық, қазір жалп етіп құлай салайын деп тұрық қой. Так, кеттік. Зәр түзілудің реабсорбция кезеңіне қатысатын құрылымдар. Так, бізде реабсорбция дегеніміз балалар зәрдің екінші түзілуі, то есть екінші реттік зәрдің түзілуі. Екінші реттік зәрдің түзілуі ол бізде қайықтан басталады? Дисталды ирек өзекшелерде, генлі ілмегінде, потом бізде проксималды өзекшеде жүреді. Яғни Е, G, H деген жауаптар болады. Бұны біз өтеміз как раз. Так, бұны өтеміз как раз біз ертең өтеміз. Мына шілде ағымымен өтеміз. Сол кезде осы тақырыпты қарастырамыз, зәрдің түзілуін. Сосын оқушылар қырылар, неге арыстан мұғалімдер дұрыс сабақ өтпейді, шашақ қалса неге сабақ өтпейді деп. Неше түрлі адам болғаннан кейін бұл жерде неше түрлі пікірі бар, сондықтан да олай жасай алмаймын. Өсу витамині жетіспеген кездегі ағзадағы өзгерістер. Өсу витамині. Егер де прям қатты шаршап барататын болсам, вообще үлгермей жататын болсам, онда басқа мұғалім келетін шығар менің орныма. Өсу гормоны дегеніміз не ол бізде? Өсу витамині дегеніміз өсу витамин жетіспеген кездегі ағзадағы өзгерістер. Пелагра ауруы пайда болады дейді. Жоқ, пелагра ауруы бізде ПП витамин жетіспегенде болады. Аяқ қол дірілдейді дейді. Жоқ, бізде В1 витамин жетіспеген кезде. Бери деген сол В1 витаминіне байланысты. Аяқ сүйектері қисаятына Д витаминге байланысты. Дұрыс ұйықтамайды дейді, енді жүйке жүйесі бұзылады, жүрек жиырылуы жиілейді дегендер енді дұрыс емес. Ақшам соқыр ауруы пайда болады деген ол бізде А витамині. Енді өсу витамині дегеніміз бізде өсу витамин деген қайсысы ол? Қазір екінші скринді сәлден соң айтам. Сабина Атабай, өтпей, арасында кетіп қалған болар, ештеңе етпесе енді. Сол өсу витаминін, шілде ағымы сіздермен витаминдерді өттік қой біз. Витаминдерді өттік қой. Қайсысы болады сонда? Жоқ, балалар мен тастайым деп отқан жоқпын ғой сіздерге. Жаңа айтып отқанға айтып тұрмын да, көмекші алсаңызшы дегенге. Ол жалғас сен уже айтып жатыр. Өсу витамині деген А витамин. Сонда бізде не болады?
ақшам соқыр ауруы пайда болады екен. Дұрыс айтасыз. Яғни бізде А витамині ол ретинол өсу витамині деп аталады еще. Иә? Иә. Так, кеттік. Келесі. Плацентаны нәрестемен байланыстыратын қан тамыры дейді. Әлібек ағайдың өзінен сұрасаңызшы, мен білмеймін. Шілде ағымында болмағандар біздер не істейміз дейді. Жоқ, ешкім ешқайда кетейін деп отқан жоқ. Просто айтып отқаным балалар сіздерге жаңағы не деп, енді витаминдерді олармен өтіп тастағаннан кейін олар жауап берсін деп отқан, оларға мүмкіндік беріп жатырмын, иә. Бұл бізде кіндіктің артериясы және кіндіктің венасы, иә. То есть плацента деп отырғанымыз ол бізде ұрық жолдас. Яғни әйел адамның ішіне бала біткен уақытта оның сыртында осындай ұрық жолдас деген қалыптасады. Яғни бала соның ішінде болады. Мына жерде кішкентай бала жатыр деп елестетіңіздер. Енді осы плацентаны бізде байланыстырып тұрған кіндік бау, иә. Кіндік бау байланыстырады. Яғни кіндік бау арқылы балаға жаңағы тамақ, бүкіл пища деген сияқты нәрсенің бәрі келіп тұрады. Енді ол бізде кіндік мына жерде артериясы болады. Бізде кіндіктің венасы болады. Яғни вена дегеніміз көмір қышқыл газын баладан алып тасымалдап жатыр, ал балаға артерия арқылы кеп, оған жаңағы қоректік заттар келіп жатыр деген сөз. Молодец, Нұрсұлтан. Так, кеттік. Келесі. 1998 жылы алғаш рет геномы секвенирленген көп жасушалы ағзалар дейді. Бұны біз алдында айттық. Нематода. Нематода немесе жұмыртқұрт, екі вариантта келеді негізінде, потому что нематода дегеніміз осы жұмыртқұрттардың өкілі. Так, келесі сұрақ. Пуринді азоттық негіздер дейді. Бағанан бері бағана бұл айтылған нәрсе. Аскарида деген бір еще. Сұрақтар бойынша тақырыптарды түсіндіріңізші дейді. Сұрақтар бойынша қалай? Мынау мысалға ДНК-ның тақырыбы. Типа өздеріңіз іздейтін ба? Так, бұл бізде аденин мен не болады? Пуриндік негіздер гуанин болады, иә? Яғни А және де H деген жауаптар. Так, мынау бізде үстіңгі тақырып. Бұл 11-ші сыныпта кездесетін тақырып секвенерлеу деген бар. Сол секвенерлеуден қарайсыз бұны. Так, келесі тұқым қуалайтын өзгергіштіктің ерекшелігі. Тұқым қуалайтын деген сөз, тұқым қуалайды, то есть ол ұрпақтан ұрпаққа берілу керек, иә. Ұрпақтарында көрініс беру керек, сосын. Тағы кіші пуриндік негіздер деген бар дейді. Мына жерде енді бізде кіші пуриндік негіздер деген жоқ қой. Так, келесі. Нұрсұлтан ашкенде қасым ба дейді. Так, Нұрсұлтанға ондай сұрақ қоймаңдар. Это дұрыс емес деп ойлаймын оны балалар. Так, геннің өзгеруі, сыртқы орта әсері ол бізде уже модификациялық өзгергіштікке кетеді, статистикалық әдіс қолданылады. Жоқ, тұқым қуаламайды. Бұл тоже модификациялық хромосоманың өзгеруі. Тұқым қуалайтын өзгергіште хромосома өзгереді, тоже фенотиптік белгілер. Ол бізде тоже модификациялыққа, ұрпақтарға берілмейді, ол бізде тоже модификациялық өзгергіштік, яғни сыртқы орта факторына байланысты. Так, келесі мезозойда пайда болды дейді. Мезозой деп отырғанымыз балалар бізде үш өзі кезеңі бар, яғни бор, юра, триас деп аталады. Триас, бұны бізде тюб деп жатты олсаңыздар болады, YouTube деген сияқты тюб деп, е. Енді бұл кезде бізде құстар пайда болған, то есть бізде археоптерикс деген құс, оқушылар айтады постоянно, ағай постоянно осы археоптериксті айта береді деп, сонда да енді барды бар деп, жоқты жоқ деп айту керек, е. Так, келесі бізде нелер пайда болған? Бұл кезде жабық тұқымды өсімдіктер көп болған. Яғни жабық тұқымдылар дегеніміз уже гүлді өсімдіктер дами бастаған. Парк юрского периода дегендерді көрсеңіздер, сол жерден. Және де сүтқоректілер пайда бола бастаған. Яғни осындай үш главный негізгі ерекшеліктері эволюциялық осы. Мүктер оның алдында пайда болып болды.
неде мезозойдың алдында. Так, балалар, осымен бір нұсқаны аяқтап тастадық. Бір нұсқаны аяқтап тастадық. Негізі балалар 45-тен 45 алуға мүмкіндік барлықтарымызда бірдей. 45-тен 45, енді 50-ден 50 ғой, қазір енді өзгеріп жатыр, бізде 50-ден 50 алу. Барлығының мүмкіндігі бар 50-ден 50 алуға. Просто оқу керек и шатастырмау керек та. Жабық тұқымдылар, олар гүлімен көбейеді. Гүлдің ішінде бізде аталығы болады и аналығы болады. Аталығы тозаң қаптан және тозаң жіпшелерінен тұрады, ал аналығы жатыннан тұрады. Жатынның өзінің 3 бөлігі бар: аузы, мойны және де жатыны, түйіні болмаса. Сол тозаңдар арқылы көбейеді ғой енді басында. Так, 4 минут, 3 минут қалды дейді. Так, балалар, сұрақтар бар ма? Нұсқа талдау негізі оңай. Нұсқа талдау өте оңай. Әр оқушы негізі осы нұсқа талдау арқылы өседі, дамиды деп айтсам да болады. Неге? Потому что нұсқа талдау более практичный не береді сіздерге, білім береді. То есть каждый нұсқа талдауда сіз бір сұрақты ғана емес, бірнеше сұрақтарды қамтисыз. Бір нұсқаның ішінде болғанымен де бірнеше варианттармен әртүрлі басқа сұрақтарында жауаптар айтылатын болады. Сондықтан да бұл көмектеседі деген ойдамын. Нұрсұлтан, көреміз, жазып көріңіз маған. Сабақ соңына дейін нұсқа талдаймыз ба дейді. Жоқ, бітті ғой сабақ уже, 2-ақ минут қалды. Микрофибрилдер и центриол деген екі бөлек зат ба дейді. Микрофибрилдер дегеніміз, ол вообще бөлек зат. Центриол дегеніміз ол жасуша орталығы. Так, қанша уақыт доступ болатын білмеймін. Так, био зачет тапсыратындарға сәттілік тілеймін. Биологиядан зачетті тапсыру оңай деп ойлаймын, чем басқа пәндерге қарағанда. Өткен тақырыптарды талдасақ болмай ма дейді. Өткен тақырыптан балалар мен алатын болсам, ол кезде қызық емес болады ғой. Итак, сіздерде үй жұмысы деген бар ғой, соны талдап жүрсіздер ғой, соны тапсырып жүрміз ғой. Так, 17:30-ға дейін емес пе дейді. Негізі 17:30 біз бір жарым сағат деп аламыз уақытты. Бірақ ерте бітіп жатсақ, 1 сағатта бітіреміз. Ал егерде былай созатын болсақ, 1 жарым сағат болуы мүмкін. Тест бар ма? Тест шешуге дейді. Тест дегенде пробный тест центрден тапсыра берсеңіздер болады ғой. Пробный тест центр дегенге кіріп тапсырасыз. Терминдер көп қой дейді. Терминдер оңай ғой, ал әйтеуір айта алатын терминдер барлығы. Так, келесі жолы балалар, мен сіздермен онда кәдімгі сайттың тестін талдап көрсеге, сіздермен онлайн сразу сол жерде белгілеп, жауаптарын бәрін белгілеп кетсек. Терминдарды үйретіңізші дейді. Терминдарды үйренудің оңай жолы ол сіздерде өмірмен байланыстыру және де плюс стикерға жазып жүру. Мынадай стикерға жазасыздар, холодильникке, комнатаңызға жабыстырып қоясыздар. Міне мынадай стикер аласыздар, соған жазып, жабыстырып жүресіздер. Үйіңізде енді аныңыз, ағаңыз, сестраңыз, сестренкаңыз не важно. Сосын сұрақ қояды, сол стикерге байланысты қойсын, сосын сіз жауап бересіз. Митохондрия дегеніміз не? Митохондрия дегеніміз жасушаның ішінде кездесетін екі мембраналы органоид. Ол бізде жасуша ішілік тыныс алуға, одан бөлек АТФ энергиясын өндіруге қатысады деп сөйтіп жаттап аласыз. Так, все, осымен балалар сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға сәттілік. Ертеңгі сабақта жолыққанша сау сәлеметте болыңыздар. 7-ші класстан бастасақ дегенде бізде балалар уақыт жоқ қой. 7-ші класты бүйтіп мыжып жүрген кезде уже бұтының уақыты келіп қалады. Бізде 7-ші класстан еще келетін сұрақтар деген андай жоқ қазір. Қазір общий келе береді. Сау болыңыздар.